Алло, әлгі төрт қаралардың жаназасындамын. Кімді шығарып жатыр дейсің бе? Барсаның. Барсаның плей-оффтағы кезекті жеңілісі. 8-1 финалда олар өз алаңында алғаш рет 2007 жылдан бері жеңіліп тұр. Элчінің соңғы 2 плей-оффында олар өз қақпасына 12 гол өткізіп алды. 12 испанский стыд. Каталонский стыд. Что с вами будет, если вы будете каждый день есть чипсы? Есеп қанша болды? 1-4. Месси пенальтиден, Мбаппе хет-трик және Мойзекен гол соққандар. Көрдің бе, Неймар, ПСЖ сенсіз ақ шаруа бітіре алады екен. Я сам в шоке. Матч қаһарманы Мбаппе. Оған ешқандай да бас қатырудың қажеті жоқ. Камп Ноудың жаңа қожайын пайда болды. 22 жасар Килиан Мбаппе. Мбаппе Шевченко мен Асприядан кейінгі чемпиондар лигасында Камп Ноуда хет-трик жасаған тарихтағы 3-ші ойыншы. Ал Элче плей-оффында Но Кампта Барсаға хет-трик жасаған тұңғыш ойыншы. Құпия үңгір. Жасы 22-де болса да Элчеда 24 гол соғып үлгерді. Элче тарихындағы үздік бомбардирлердің тізімінде енді ол 3-ші орында. Бензема 18 гол, Анри 12, Мбаппеде 10, ал артындағы Зиданда 8 гол. Қаттырақ ұрғылап жібердім. Бұл жолы қолменен емес. Еріксіз сілекей төгілді. Бұл жолы ауыздан емес. В общем, Мбаппенің Элчедағы статистикасы мынадай. 41 матч, 24 гол, 16 ассист. Мбаппе, сенен кейінгі әлемнің үздік ойыншысы кім? Бірінші орында сен екендігің белгілі. Ал Месси қайда? Короче, Месси Роналду жақында әлемнің ең үздік ойыншысы кім деген сайлау қайта өтеді. Дайындалыңдар. Месси демекші кешегі ойында ол пенальти және штрафлойдан ғана көзге түсті. Басқа уақытта допты емес, өзге нәрсені теуіп жүр. Дегенмен де тарихқа өзіндік өзгеріс жасап үлгерді. Чемпиондар лигасындағы 119-шы голын соқты. Сондай-ақ 13-ші маусым қатарынан бүкіл турнир қоса есептегенде бір маусымда 20-дан артық гол соғып келеді. Одан бөлек 17 жыл қатарынан Элче матчтарында гол соғуда. Бірақ кешегі ойында таппай қалдық. Мойында. Бля, где Лига Несси? Жарайды, оны қоя берші. Кешегі ойында пенальти болды ма, болмады ма деген сұрақ талқыланып жүр ел аузында. Міне, мына эпизод. Өскемен жаққа тұрып аламын да, былай ұзыннан Қытайға қалайын ғой. Сосын мына инцидентті де күдікті дейді көбісі. Сіз қалай ойлайсыз? 2 эпизод жайлы пікір жазыңыз. При мне такой фигни не было. Екінші ойынды күтеміз. Парижде өтетін. 2017 жыл дежавю болайын деп тұр. Бәлкім камбэк көріп қалармыз. 6-1. Не смешите мои подковы. Кеше Дест өте нашар ойнады. Мбаппені жиі өткізіп қойды. Ертең наурызда көрсетеді біздің Сүйінбаев Досмағамбетовтер Мбаппеге қарсы қалай ойнау керектігін. Особенно это Чемкент. Айтпақшы, Ливерпульде ойнады кеше. Лейпцигке қарсы кездесуде 2 қателік және 2 гол. Капитан Забицер мен Бавария өз қатарына қосайын деп жүрген Упамекано клуб командасына ойнап берді. Дора, оларға қарсыластың қақпасын тауып берші. Отлично. Давайте поищем. Дайнасқа тік қасық болғандар Салах пен Мане. Осы голдар арқылы екеуі Ливердің Еурокубоктердегі топ 5 бомбардирлер қатарына енді. Ал Лейпцигтің кешегі ойыны мынадай. Ливерпуль 2017 жылдың қыркүйегінен бастап есептесек, яғни клубтың алғашқы ойынынан бастап. Олар Элчеда 18 матчта қақпасын құрғақ сақтаған. Бұл турнирдегі үздік көрсеткіш. Алисон ол жақта просто Сити мен Лестерге қарсы ойнамады да. Бүгін чемпиондар лигасының тағы 2 матчы бар. Севилья Дортмунд және Порту Ювентус. Кім жеңеді деп ойлайсыз? Комментке пікір қалдырыңыз. Мбаппе кетті ма? Кетті. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл битпен сөз берем.